Ассалаумағалейкумдер, қалайсыңдар? В общем, бүгін біздер жаңадан үйреніп жатқан гитаристтерге лайфхактар және жеңіл аккордтар мен әндерді көрсететін боламын. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер, ал ендеше кеттік. Біздер ең оңай аккорд АМ и потом G. Сосын ДМ оңай. Так, мен сіздерге бір ең оңай әнді көрсетейін. Қолымда қызғалдақ, хат жаздым бір қызға арнап. Бұл ән екі ғана аккордпен АМ және GM. G, короче. Сол екі аккордпен ойналады. Так, ендеше былай. Қолымда қызғалдақ, хат жаздым бір қызға арнап. Қолымда тұрса қызғалдақ, мұны менен қызғанам. Сен менің асыл затым, қинайды-ау жасанғаның. Аясаң мен адамдай, алғашқы махаббатым. Тағы да екі аккордпен ойналатын мынандай ән бар. Оның да бірінші аккорды АМ, ал екіншісі ДМ. ДМ былай. Жоқ, так, былай. Так, ендеше былай, мынандай ән. Так, сыныптастар деген ән ғой. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүріп бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегіммен сақтадым, айналайын класстастарым. В общем, ол әнде екі аккордпен ойналады. Так, басқа қандай аккордтармен айтылатын әндер бар еді. Так, в общем, осы екі аккордпен ойналатын екі әнді ғана есімде қалғандарын ұмытып болдым. Солай. Если қолдарыңды бүйтіп аккордқа үйрене алмай жатқан болсаңыздар, былай үйренуге болады. Міне басасыз, бүйтіп оның пайдасы үшін бүйтіп ойнаған кезде қолдарыңыз үйренетін болады. Оны күнделікті істеп отырсаңыздар өздеріңе ыңғайлы болады. Былай ғой, міне бірінші сұрана бүйтіп деп кезектестіріп төртке дейін жібермей істесеңіздер, күнделікті істесеңіздер үйреніп қалатын шығарсыздар. Солай оңай зат негізі. Солай ғой. Сосын қағыстар, мұнан әртүрлі қағыстар бар. Осындан да қағыстар бар. Осындан да қағыс бар. Түрлі қағыстар бар. Видеоны ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Пайдалы кеңестерді гитара, лайфхактар, аккордтар шығаратын болам. Ал сіздермен бірге болған мен, давайте.